Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым? Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі декор жастық тігетін боламыз. Жастығымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл видеода мен сіздерге жастықтың ең кішкентай түрін ғана тігіп көрсететін боламын. Бұл өлшемдерді сіз өзіңіз 2-3 есе үлкейтіп алсаңыздар болады. Біздерге осындай екі түрлі мата қажет. Бұның диаметрі менде дәл қазір 35 сантиметр. Өйткені мен видеоға сыю үшін сіздерге кішкентай түрін тігіп көрсетпекшімін. Бұл диаметрді сіздер примерно 150-200 қылып алсаңыздар болады. Және де осындай лента қажет, косой лента. Бұның жан-жағын жиектеу үшін қажет. Немесе кособейка алсаңыздар да болады, дайын. Жаңағыдай айтқанымдай, екі түрлі мата. Осы екі түрлі матаны бір-біріне оң жақ беттерін беттестіріп, жылжып кетпес үшін тігіп шығатын боламыз. Бұл видеода декор жастықтың тігілу жолының ең кішкентай түрін көрсетіп жатырмын. Өйткені камераға сыймайды. Үлкен түрін көрсетейін десем, сіздерге көрініп түсінікті болу үшін әдейі кішкентай түрін тігіп көрсетіп жатырмын. Жаңағыдай айтқанымдай, бұл диаметрді 2-3 есе өздеріңіз үлкейтіп, өзіңіздің қалаған размеріңізде тіксеңіздер болады. Осылай тігіп алғаннан кейін, мінекей, енді жан-жағына жаңағы косой лентамызды өстіп жиектеп тігіп шығатын боламыз. Жиектеп тігіп алғаннан кейін, осы дайын дөңгелек матамызды өтекпен бір бастырып, өтектеп аламыз, тігістерін бастырып. Мен өтектеп алдым. Ендігі кезекте осы дөңгелегіміздің жоғарғы және төменгі және де екі жанынан осындай сызық түсіретін боламыз. Бұл сызықтардың ортасын примерно өздеріңіз өлшеп аласыздар. Менің жағдайымда кішкентай болғандықтан 3 сантиметрден болды. Яғни дөңгелектің шеті мен сызғыштың орналасқан аралығы 3 сантиметр. Сіздердің жағдайларыңызда бұл 5-6 болуы мүмкін, өйткені сіздер үлкен тіккен уақытта. Мінекей, осылай сызып алғаннан кейін осы дөңгелек матамызды екіге бүктеп, тігістерімізді салыстыратын боламыз. Дәл келіп тұрма, бір-біріне сай келіп тұрма дегендей. Мінекей, осылай салыстырып аламыз. Және де ең бірінші осы екі жанынан тігіс түсіреміз. Мінекей, бірінші тігіс және екінші тігіс, осылай екі тігіс түсіретін боламыз. Екі тігісті түсіріп алғаннан кейін артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Және де жоғарғы
жағындағы сызықты мінекей осылай ашамыз. Мінекей осылай ашып, ортасын бір-біріне келтіріп, мінекей осылай үшінші және төртінші тігісімізді түсіреміз. Яғни үшінші тігісіміз бүтіндей тігіс түседі мінекей бір жағына, және төртінші тігісімізде бір жағына ашық қалдырамыз. Яғни толық тікпейміз төртінші тігісімізді. Ішіне халуфайдер немесе синтефон салу үшін ашық қалдыратын боламыз. Үшінші тігісіміз түсті, және де төртінші тігісімізді жартылай түсіреміз. Мінекей төртінші тігісіміз осылай жартылай түсті. Бір шеті ашық болады. Бұның ішіне халуфайдер немесе синтефон салсаңыздар болады. Менің жағдайымда синтефон салдым, үйде синтефон болғандықтан. Мінекей синтефондарды саласыздар, немесе халуфайдер саласыздар. Осылай ішінің барлығын толтырып, салып, ашық тұрған салып жатқан тесігімізді сосын тігіп тастайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, диаметрі 35 сантиметрлік дөңгелектен осындай кішкентай ғана декор жастық шығып жатыр. Сіздер бұны 200 диаметрлік немесе 150 диаметрлік қылып тіксеңіздер болады. Сол кезде үлкен болып шығады. Мінекей осылай тігіп алып, артық жібін қиып алып тастаймыз. Мінекей осылай тігеміз. Ендігі кезекте осы матамыздың осы шеттерін, бұрыштарын шығарып, осылай қайтарамыз. Төрт жағында осылай қайтарып шығамыз. Айналдырып, яғни. Төрт жағын бұрыштарын шығарып, айналдырып шығамыз. Айналдырып шыққаннан кейін арт жағы осылай болады мінекей. Бұл ұштары жылжып кетпес үшін, өзіңізге сенімді болу үшін осылай тігіп, бекітіп қойсаңыздар да болады. Іш жағынан білдіртпей, бекітіп, ұстатып қоюларыңызға болады. Төрт жағында осылай ұстатып қойсаңыздар болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді алдыңғы жағына әдемілік үшін декор жастықтарға арналған үлкен ілгектерді немесе осындай матадан қаптап тіксеңіздер де болады. Мінекей осылай
әдемілік үшін. Мінекей менің кішкентай ғана декор жастығым дайын болды. Сіздер осының үлкен түрін тігіп үйренсеңіздер болады. Егер де менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.